Бұл салатты бірінші мәрте ресторанда жегенімде жудайым жақсы көріп қалып едім. Ассалаумағалейкум. Бұл салаттың үй шариғатында таярлау ұсулын көрсетіп өтемін сіздерге. Ең бірінші жұмысымызды аз-маз рукколаны мұздай суға тұз салып қоямыз. Кейіннен есе суда жақсылап піскен көшімізді майдалап, жұқалап турап аламыз. Оның ізінен есе куриный рулет, ондан кейін брынзадан кейін қияр. Бұл салатқа 3 дана қияр, 2 дана помидор жетеді. Бұларды да жақсылап майдалап турап қосамыз. Айтқанша помидордың ішіндегі сулы жерін, тұқымлы жерін алып тастаймыз. Су шығып кетіп қалады. Соның үшін тек сыртын тураймыз. Турап алған затларымыздың бәрін бір ыдысқа салып, ең үстіне рукколаны саламыз. Егер рукколаларымыз кіттай үлкенлеу болатын болса, орталарынан бір бөліп алсақ болады. Bir дана чеснокты теркадан өткеріп, оның үстіне қуырылған картошкаларды қосып, ярым лимонның суын сығып шығарып, 2 қасық семечка май, 1,5 қасық соя салып, жақсылап араластырып, тарелкалерге салып, дастарханға ұсынсақ болады. Ал менің салатым таяр. Салатым қандай болғанын бағалап кетің. Егер салатым ұнаса, егер де сілеп көрсеңіз, мені белгілеп кетуді ұмытпаң.